Voyager 1 және Voyager 2 зондтары қазір космоста жүр. Біреуі тіпті күн жүйесінен шығып кеткен. Олардың екеуінің де бортында алтын таспа бар. Бұл таспа өзге ғаламшарлықтарға арналған. Таспаның бетінде пульсар картасы. Бұл арқылы біздің планетамыздың мекен жайын анықтауға болады. Сутегі атомдары және таспаны қосуға арналған инструкция бейнеленген. Ал таспаның ішінде 55 тілдегі сәлемдесу, әртүрлі жанрдағы музыка, 116 фотосурет бар. Сондай-ақ онда сол кездегі Америка президенті Джимми Картердің басқа цивилизацияларға арналған жолдауы да бар. Оны видеоның соңында тыңдайтын боламыз. Бірақ бұлар космосқа аттанған жалғыз зондтар емес. Одан алдын Пионер 10, Пионер 11 және жаңа горизонттар зондтары да аттанды. Бірақ та Voyager 1 солар